Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін ақыл-ой картасын жасайтын боламыз. Ол білім алушылардың назарын міндетті түрде өзіне қарататын болады. Ақыл-ой картасын құру үшін бірінші поисқа MindMap деп жазамыз. Сол кезде бірінші шыққан MindMeister деген сайтқа кіреміз. Осы кезде регистрация войти деп тұрады. Регистрацияға кіретін болсақ, ол жерде өздеріңіздің Facebook арқылы немесе Google аккаунт арқылы кіруге болады. Мен бұл сайтқа тіркелгендіктен войти деп бірден өз аккаунтыммен кіре беремін. Google аккаунтпен кіремін. Мен өзімнің аккаунтым шығып тұр. Осы жерде міне таңдаймыз. Біз ақыл-ой картасын жасайтын болғандықтан интеллект картаға кіреміз. Яғни біз бұл сайттың бізге берер оң жақтары ешқандай схема сызып, оның дизайнын ойлап отырмаймыз. Дайын схемаларды қолдана отырып, өзімізде бар мәліметтерді қоя береміз. Мысалға, бұл жерге мен мынандай мәлімет жасайын. Ақыл карталары не үшін қажет, яғни ақыл карталары не үшін қажет. Бәрін копировать етіп, орнына қоя береміз. Плюс батырмасын басамыз. Сол кезде өзінің қасынан сызықшалар шығара отырып, ары қарай жалғастырып кете береміз. Келесі жеке және топтағы әрекетте оларға шабуыл жасау үшін дейді. Қоямыз. Егер осы жерде мына көрсетіп тұрған плюс белгісін басатын болсақ, біздің берілген осы екінші жасаған біздің бағытымыздан тағы да ары қарай шығып кетеді. Немесе төменгі бөлігінен бассақ, осы төменгі жағынан шығады. Сол үшін біз төменгі бөлігін басамыз. Келесі ақпараттың қысқаша мазмұны және ескертпелер ретінде дейді. Копировать етеміз, вставить. Дәл солай басамыз үстінен. Жылдам барлығын қойып шығайық. Яғни бұл жерде біз тек қана қойып қана қоймай, дизайнды өзгерте берсеңіздер болады. Плюс белгісін басамыз. Мәселелерді шешу үшін мақсаттарды нақтылау үшін яғни біздің бір бетіміз толып қалғандықтан екінші жағынан шыға береді өзінің ақылды сайт болып табылады. Ойларды нақтылау үшін арғай қоймай қояйық. Енді менің сіздерге айтатыным, бұл жерде біз барлығын дизайн өзгерте аламыз. Мысалға, карта болды бұл бізде. Сонымен қатар әртүрлі белгілер қоя аламыз. Мысалға, эмоджи дейді, бұл жаңағы смайликтеріміз. Қай жерге қоямыз, соның үстін басу керек. Мысалға, ақыл карталар не үшін қажет деп мына смайликті қойып қойсақ болады. Немесе бұл сәйкес келмегендіктен ойланып тұрған смайликті қойсақ болады. Яғни бұл баланың немесе кімге көрсетеміз, кішкене адамның назарын өзіне аудару үшін үлкен көмегін тигізеді екен. Дәл солай басқа да үстілерін баса отырып, осы белгіге барамыз, эмоджи таңдап, орнына қоя салуға болады міне. Осылай. Ал енді кішкене байқап тұрсаңыздар, бізге түсін өзгерту керек. Міне, мынандай темасын таңдайық. Яғни осы өзгерте береміз. Ал енді барлығы бір шетке жиналып, мынау жалғыз қалып қойды деген ой туындауы мүмкін. Біз бұны өзіміз орнынан жылжыта аламыз. Ол үшін үстін баса отырып, мына үш нүктесі бар кнопканы басамыз да алып тастаймыз. Енді біз оны қозғалта аламыз. Ал ол қайдан қозғалта алмайтын едік. Дәл солай барлығын өзгертіп шығуға болады. Жылдам істеп шығамыз. Сонымен қатар
түсін де өзгерте береміз. Барлығы ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне, сонымен қатар, егер кішкентай балаларға арналған болса, оны біз былай өзгертуге болады. Мысалға, мына болтты қылайық. Және бұл балаларға қызықтыру үшін, кішкене көңілін аударады балалардың. Осылай өзгерте беруге болады. Кішкене кішірейтейік, барлығы нақты көріну үшін. Үстін баса отырып, өзгерте береміз барлығын. Міне, осылай. Ал енді, міне, ортаңғымыз кішкене өзгермей қалыпты. Сондықтан басқаша түрін таңдайық. Осылай өзгертуге болады. Барлығы сіздердің өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Ал егер бұлар ұнамай қалса, керісінше жылжыта салуға болады. Қайтадан бастапқы түріне, ол сіздердің қалауларыңыз бойынша. Міне, енді тағы да бір айтатын жағдай сіздерге, бұл жерде жалғыз емес, топтық жұмыста орындай беруге болады. Қалай десеңіздер, пригласить батырмасын баса отырып, мына жерге почтаны жазып, жаңағы сол почта бойынша жібересіздер. Ол жіберген адам, оқушы немесе студенттерге ссылка барады. Соған кіріп, ұялы телефонмен немесе ноутбукпен тапсырманы орындай беруге болады. Және біздің картамыз дайын болды. Яғни бұл жерде мен жылдам жасағандықтан дизайнына аса мән берген жоқпын. Ол өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты өзгерте беруге болады. Мысалға, бұл жерде дайын тұрған ақылы карталар, мысалға. Поделиться деп басамыз. Мынау 17 минут бұрын, мынау біздің соңғы жасаған ақылы картамыз, яғни 6 минут бұрын бастаған екенбіз. Байқап тұрсаңыздар, егер сіздер жылдам жасайтын болсаңыздар, Wordпен жасағанда немесе PowerPointпен жасағандай көп жарты сағат, 1 сағат уақыттарыңыз алмайды. Бар жоғы 5-6 минутта бітіріп тастауға болады. Бар жоғы сіздердің мәліметтеріңіз дайын болса болды. Поделиться батырмасын басамыз. Осы жерде копировать, поделиться ссылкой деп басып, ссылканы көшіріп ала салайық. Осы көшірілген ссылканы сіздер WhatsApp арқылы немесе почта арқылы өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жібере бересіздер. Және айтып өтетін жағдай, міндетті түрде осы жерде мән беру керек. Можно редактировать деген батырманы басып деп тұрса, оны барлығы өзгерте алады. А егер можно читать деп тұрса, олар тек қана көріп, топтық жұмыс жасай алмай қалады. Сондықтан осы жерде мән беріп, оны өзгертіп қою керек. Дайын. Енді келесі кезекте мен осы жіберілген ссылкамен міндетті түрде ұялы телефон арқылы қолданып көрсететін боламын. Міне, жаңа берілген ссылка бойынша кірдік. Енді бірінші кезекте регистрация жасаймыз. Ол үшін Facebook немесе Google аккаунтты пайдаланамыз. Мен Google аккаунтты пайдаландым. Бізге жіберілген ақылы картасын таңдап, ішіне кіреміз. Енді ол жерде біз барлық нәрсені өзгерте аламыз. Себебі біз бұны ссылканы жібермес бұрын можно редактировать деген батырманы басқан болатынбыз. Міне, өзіміздің ақылы картасына кірдік. Минус белгісін баса отырып, кең көлемде көре аламыз. Енді бұл жерде мен айтқым келгені, яғни көрсеткім келгені, ұялы телефонмен де барлық жасаған нәрсені өзгертуге болады. Сонымен қатар түсін, дизайнын, схеманың қай түрін таңдаймыз, барлығында өзгерте берсек болады. Яғни топтық жұмыс жасаған кезде, мысалға, бір оқушы бір бағытты жасаса, екінші оқушы келесі бағытын жасайды. Цифрлық дамыған заманда ұялы телефонды, ноутбукты барлығын пайдалана отырып, балалар өзара келісімге келіп, топтық жұмыстарды тиімді әрі қызықты етіп орындай алады. Сонымен қатар балалардың шығармашылығы да дамиды. Назар қойып тыңдап, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пайдаларыңызға асады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.